Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін тәрбие туралы біраз пікірлер тыңдап көрейік, және сіздер де өз пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Тәрбиелі адам дегеніміз кім? Адамдармен тіл табыса білу, қоғамда өзін лайықты ұстай білу үлкен өнер. Ал тәрбиелі адам оны мүлтіксіз меңгереді. Дегенмен әркімнің тәрбие туралы өз түсінігі бар, кейде ол қате болуы мүмкін. Сондықтан мәселені жан-жақты түсініп, шын мәнінде тәрбиелі адамның кім екенін түсіну керек. Тәрбиелі адам болу оңай емес. Ол үшін жақсы істер жасап, басқа адамдарға жақсы сөздер айту ғана жеткіліксіз. Тәрбиелі адамның өз ерекшеліктері бар. Тәрбиелі болу, ол адам оған лайықты болуы керек. Мұндай тұлғаның көпшіліктен ерекшеленетін бірнеше белгілері бар. Әрқашан сыпайы және әдепті. Тәрбие ең алдымен басқа адамдарды құрметтеу. Мұндай адам олардың есебінен өзін көрсету үшін адамдарды қорламайды немесе мазақ етпейді. Ол әрқашан басқалардың сезімін ойлайды, сондықтан қоғамға зиян келтірмеуге тырысады. Әдетте ең соңғы бұзық адаммен де тәрбиелі адам өзіне жетті, әдепті ұстайды. Бейтаныс адамдардың есебінен өмір сүрмейді. Тәрбиелі адам басқа адамдардың еңбегін құрметтейді. Ол ешқашан қызғанбайды, керісінше басқалардың жетістіктеріне шын жүректен қуанады. Қаржылық қиыншылықтар туындаған жағдайда тәрбиелі адам таныстарынан жағдайдың ең соңына дейін қарыз алмайды, мәселені өз бетінше шешуге тырысады. Ол тек жағдай ең соңғы шегіне жеткен кезде көмек сұрайды. Тәрбиелі адам жұрттың көңілін қалдырмау үшін алған ақшаны тезірек қайтаруға тырысады. Тектен-тек дүрбелеңге салынбайды. Болып жатқан жағдайға қарамастан тәрбиелі адам сабырлы болады. Ол өзін-өзі қолға алады және ұсақ-түйекке мазасызданбайды. Тәрбиелі адам мына ережені басшылық қалады: қайғыны көз жасыңызбен жеңе алмайсыз, тек ісіңмен ғана жеңесің. Ол өзінің эмоциялары мен уайымын ешқашан көрсетпейді. Сондықтан оның қиын жағдайды бастан кешіріп жатқан бірден түсіну мүмкін емес. Жанашырлық танытып, барлығына әділдікпен қарайды. Тәрбиелі адам әрқашанда әділдік пен мейірімділіктің жоғарғы деңгейімен ерекшеленеді. Сіз оған әрқашан сене аласыз. Ол сізді ешқашан қиындықта қалдырмайды. Мұндай адам шынайы қолдау көрсетеді және болып жатқан жағдайға түсіністікпен қарайды. Міне, сондықтан да тәрбиелі адамдарға сырыңды ашуға, сенім артуға болады. Ол тамаша дос адамыңа айналады. Ешқашан өтірік айтпайды. Тәрбиелі адам өзін-өзі бағалайды. Ол тіпті елеусіз өтірікті де қабылдамайды, мақұлдамайды. Басқалардың алдында өтірік сөйлеуге немесе оның алдында көз бояушылық жасауға жол бермейді. Мәдениет оның ең жақын досы. Бұл тәрбиелі адам әлемдік мәдениетті түсінеді. Ол туралы бәрін біледі деген сөз емес. Шын мәнінде ол әрбір адамда болуға тиіс ішкі мәдениетке ие. Ол қарапайым нәрселермен көрінеді. Мысалы, тәрбиелі адам тазалықты сақтауға тырысады және құпсыз болып көрінбеу үшін сыртқы келбетін бақылайды. Сондай-ақ ол себепсіз ішімдік ішпейді. Қажет болған жағдайда сабырлығын жоғалтпау үшін ұстамдылықты сақтайды. Тәрбие бұл әркімде бола бермейтін нағыз шеберлік. Барлығын бірден өзгерте алмайсыз, өйткені мәнерді және этикетті меңгеру үшін жылдар, тіпті бүкіл өмірің қажет. Дегенмен бұл ережелер әрбір адамға пайдалы болады, өйткені олар қоғамда қолайлы атмосфера мен жайлылық жасайды. Басқалардың көз алдында тәрбиелі адам қалай көрінеді? Кейде біз басқалардың көзқарасын бағалай алмаймыз, сондықтан адамдардың теріс көзқарасы біз үшін жағымсыз тосын сыйға айналады. Тәрбиелі адам болып көріну маңызды. Мұндай адамдармен қарым-қатынас орнату және уақыт өткізу әрқашан ғанибет. Тәрбиелі адам болудың үш ережесі бар. Этикетті үйреніңіз. Қазіргі әлемде көптеген адамдар мәдениетсіз әрекет етеді. Бұл олардың тартымдылығын анық арттырмайды. Кейбір адамдар дүкеннен шығып келе жатқан адамды өткізіп жібереді. Кейде бәрі қарсы асығып жүгіреді. Кейбір ережелерді елемейді. Этикетті білу әрқашан сенің жақсы жағынан көрінуіңе көмектеседі. Осылайша сіз өзіңіздің жоғары деңгейдегі мәдениетті, тәрбиелі адам екеніңізді көрсете аласыз. Таныстарыңызды және бөтен адамдарды сырттан айыптамаңыз. Адам бойындағы сізге ұнамайтын нәрсе туралы өз пікіріңізбен бөліспеңіз. Мұны тек тәрбиесіз адамдар жасайды. Жақындарыңыздың ортасында сіз өзіңізге еркіндік бере аласыз, бірақ бұл әдет сізге жақсылық әкелмейді. Сарапшылардың пайымдауынша, қазіргі қоғамда адамдарды сыртқы келбеті, салмағы, балалы болғысы келмейтіндігі және қарым-қатынасты тіркемейтіндігі үшін айыптаудың қажеті жоқ. Осындай пайымдауларыңызбен сіз прогрессивті көпшіліктен артта қалғаныңызды көрсетесіз.
сөйлеуді үйрен. Біріншіден, тәрбиелі адамдар балағат сөздер мен дөрекі сөздерді қолданбайды. Ол кез келген сөзді бұзады. Адамдарға жақсы әсер қалдырғыңыз келсе, дұрыс және әдемі сөйлеуді үйрену маңызды. Интонацияға назар аударыңыз. Айқайлауға, сөзді бөлуге және тым қатты сөйлеуге болмайды. Бұл әдеттер тәрбиесіздікті көрсетеді. Абай атамыз айтқандай, өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды дейді. Сондықтан баршаңызға тек қана сәттілік тілеймін, бәріңізге тәрбиелі болуды тілеймін.